Жетісайлық желтоқсаншы. Сіз оны білесіз бе? Жақсыгүл Мырзаева тәуелсіздік үшін жанын құрбан еткен жандармен бірге ұлт-азаттық көтеріліске қатысқан. Сол жылы қыстар қаһарлы болды. Өте қатты қыс болды. Жер сол алаңның беті кәдімгі көк мұз болып жатты. Көк мұз, адам тайғанап жүретін мұз болып жатты. Сол мұздың үстінде адамдар көбейе берді. Сода адамдар тығылысқан, бірін сығылысып сол жерде тұрдық. Сонда трибунаға сол кезде басшылар бірінен кейін бірі шығып, қайтыңыздар, мұндай не болмайды деп айтып жатқан сайын оны қазақ болсын деп жаңа әні өлең жаңа гимн дейтін қой, соны айтып, бізге қазақ басшы керек деп деген ұрандармен сол жерде айғайлап кешке дейін қасқарайған жақ тұрдық. Уже қасқарая бастағаннан нелер келе бастады, солдаттар келіп сол тұрған адамдардың жан-жағын қоршай бастады. Одан кейін уже қайт дегенге ешкім қайтпағаннан кейін уже сол жердегі адамдарға күш қолдана бастады. Сол кезде уже солдаттар итеріп, солдаттарды дубинкалармен ұрып, құлағандарды ұрып, теуіп аяқ астында қалып жатқандар да болды сол кезде. Сонда да сол жерде болдық. Содан кейін кешке қарай енді адамдарға уже күші жетпей жатқаннан кейін шығар деп ойлаймын. Қазір енді жаңағы не бар ғой, өрт сөндіру дейміз ғой, қазір пожарныйлармен кәдімгі ыстық қайнаған суларды әкеп сол жерге адамдарға шаша бастады. Жаңағы қайтсын тарасын деген ниет болған шығар.